Ерназар бекет дейтін екі жастымыз кетті. Екеуі де 36 дейді. Соны өзіміздің ауылдың біреуі кеше гүлдерің тұрды деп, қолына пакет беріп, патша сені наградтайын деп жатыр деп, қолына пакет берген, анау сауатсыз. Патшаға арсалаңдап бармай ма, пакеті бар. Наград адам деп, оны мынау ауылды елді бұзып жүрген мынау деп жазған екен ғой пакетке. Содан ұсталып кетті. Соны ұстатқан адам семіз нән ірі адам екен. Кімге барыпты? Жаңағы Жетеске барыпты. Жақайым Жетеске. Өзі кішкентай күйкентай деп кісі екен, арық екен. Ойпымай-аққай атағың жер жарат. Жақайым Жетеспей деп атады. Өзі дауылпаз дейтін құс болады, қасына барсаң бір шөкімде ет болады деп еді. Өзің кішкентай кісі екенсің ғой. Депті, ой. Мен кішкентай болмай, кім кішкентай болады? Ерназар бекет қоштайсаң ұсталып кеткенде арлы шекті арық болды да, арсы шекті семіз болды ғой депті. Анау семіз адам ғой. Бізді мынау Қызылордадан бері қарай шекті деп атайды. Әне жүр, тағы не айтайын? Осындай керек тағы да. Мына сөздеріңіз жақсы.